сіздерме? Жақсы балалар. Бүгін біз сіздермен бірге әліппе сабағында жаңа сабақ жаңа әліппені үйренетін боламыз. Яғни ю дыбысы, иә? Ю дыбысы бізде қайталау екен. Қолдаштық. Неге берген нәрсені барлығын шығарып, бұрышқа қойып қоямыз. Жақсы ма? Ал енді балалар, тапсырыс оқып бастайық. Барлықтарыңыздың осындай біліп отырсыздар, бұл бізде ю дыбысы және әріп. Тыңдаймыз. Ю дыбысы бізде мынау басқа түрі, ал мынау басқа түрі. Біз нәрсеге қай түрмен жазамыз? Енді балалар қараңдар. Бірден сөйлесе бастайық. Бізде сөйлесе күнде және яғни барлығы оюмен жұмыс жасап жатыр, иә? Енді қараңдар, мына қызға Айгүл сұрақ қояйын, иә? Айгүл оюды не істеп отыр? Оюды сіздерді салып отыр. Ол қандай түспен бояп отыр? Қызыл түспен бояп отыр. Кім қызыл түспен бояп отыр? Кім? Кім деп қойдық? Айгүл. Келесі бала қарайық. Айсұлтан не істеп отыр? Оюды қиып отыр. Кім қиып отыр? Айсұлтан қиып отыр. Айсұлтан нені қиып отыр? Оюды қиып отыр. Енді Мұхаммед не істеп отыр? Пластилинмен ою жасап отыр. Кім пластилинмен ою жасап отыр? Мұхаммед жасап отыр. Мұхаммед немен ою жасап отыр? Мұхаммед пластилинмен не жасап отыр? Жасап отыр. Енді бала қараңдар. Ю дегенде қараңдар. Екі әріпте екі дыбыс бар. Жоқ балалар. Жоқ. Біз әріпті жазамыз және көреміз. Дұрыс па? Біз көріп тұрмыз ба? Көріп тұрмыз. Одан кейін әріпті дәптерге жазамыз ба? Сақтауға жазамыз ба? Жазамыз. Ал дыбыс деген біз дыбысты естиміз. Сақтаңдар. Бәріміз көзімізді жұмамыз. Бәріміз жұмамыз аста. Көзімізді жұмамыз. Жұмамыз. Көзімізді жұмамыз. Иә. Енді қараңдар. Не көріп тұрсыңдар? Ештеңе. Енді қараңдар. Мен қандай айтамын? Ю. Естіп тұрсыңдар ма? Ю. Енді сендер айтыңдар. Ю. Ал енді көздерді ашыңдар. Біз жаңа ғана не айттық? Әрбір дыбыс айттық па? Дыбыс айттық балалар. Біз көзді жұмып тұрсыздар енді көздерді қараңдар. Не дыбыс айтып тұрмыз? Ю. Одан кейін сендер оны түсінесіңдер. Естіп тұрсыңдар оны. Ал мысалы мен көреміз жазамын деп не айттым? Әріпті айттым. Енді қараңдар. Біз жазған кезде бір ғана әріп жазып тұрмыз. Ал айтқан кезде екі дыбыс естіп тұрмыз, иә? Қандай қандай? Және у. Қалай дұрыстады? Ю. Енді балалар қараңдар. Біз юдың әлі дауысты дыбыс бар, немесе дауысыз дыбыс бар. Шешкен жоқ. Ол дауысыз болмауы мүмкін, немесе дауыссыз болмауы мүмкін. енді қараңдар. Ю, я? Қараңдаршы. Ю. Неше дыбыс естиміз? Екі дыбыс. Қандай қандай? Міне, қысқа име удың қосындысы бізде ю дыбысын береді екен, я? Мысалы, есіңдер қараңдар. А, ю деп жазып есіңдер деп маған шығармайсыңдар. Екі дыбысын. Және ю. Бірақ сіз қалай есіңдер? А, и, у деп есіңдер, я? А, ю. Үш дыбыс естисіңдер. Бірақ оны екі әріп қылып жазамыз. Түсінікті ма? Енді қараңдар. Я, қысқа и қандай дыбыс? Ал, у, дауысты және дауыс, я? А, кезде әріп қылып береді. Енді қараңдар. Сонда балалар біз ю дыбысын дауысы және дауысын деп бірге айтуға болады ма? Болады ма? Неге жоқ? Неге я? Көбіне балалар түсінеміз. Ю сонда дауысты ма? Әлде дауысы бар. Біз оны әлі түсіне алмаймыз. Сонда балалар, ю дыбысын біз үйренуге болады. Ю дыбысын қараңдар. Бізде мынандай ереже бар еді, у дыбысында. Егер у дыбысының алдында дауысты дыбыс болса, онда у дыбысы қандай дыбыс болады? Дауыссыз болады. Ал егер у дыбысының алдында дауысты дыбыс болса, дауысты болады. Тура сондай балалар. Ю дыбысы тура сондай екен. Енді балалар, қараңдар. Егерде, мысалы, тыңдаймыз. Айнай қарай. Мына адам не істеп тұр? Ки бар. Я ладно, шешіп жатыр, немесе ки бар. Бірақ қараңдар. Ки деп сөзді алайық, я? Ки сөзі не? Ол дыбысын жалайық. Бізде не шығады екен? Ю деген сөз шығады. Тура солай. Ю. Сол істейміз. Ю болсам соңына ю деп жазамыз. Түсінеді ма? Мына жан әріп, жан бар. Ю. Сендер былай жасамаңдар. Қараңдар. Сүй деген кезде балалар. Демек уды қосып жатырмаңдар. Біз қалай жазамыз? Ю. Демек уды орнына біз ю деп жазамыз. Сүй ю. Сонда балалар қараңдар. Мен жаңа айттым, я? Мен сендерге, мысалы, аю деп жазған кезде, а, және қандай шықпаймыз. Мен жаңа айттым, я? Мен сендерге аю деп жазған кезде, сендер маған қалай жазасыңдар деді? А мен ю деп жазасыңдар деді. Бірақ балалар, біздің қазақ тілінде, біздің әліпбиімізде, біздің сауаттасуымызда балалар, мынандай сөздер бар. Ю жазылмайтын сөздер бар. Юдың орнына біз керісінше и мен юды қолданатын кезімізде болады екен. Ол бізде қандай сөздер? Қараңдар. Оқи. Айуан. Енді қараңдар. Бізде и мен у, я? Біз оның орнына юды жазуға болады еді. Бірақ бұл сөздерде ю дыбысы әрбір жазылмайды. Келесі қандай сөз? Кейуанат. Келесі и мен у. Келесі. Хайуанат. И мен у. Түсінікті ма балалар? Келесі мынандай сөздер бар. Хиуа, миуа. Яғни осындай тек белгілі бір сөздерде ғана и және у дыбысы жазылады. Ал қалған барлық сөздерде ю дыбысы жазылады
돌아 좋아해. 아, 이웃 선생님 이시했어? 아, 이시했어? Sonunda bak bak. Sonmen iu da basın diye. Davus da boladı. İu diye bir arkadaşlarım. İu diye nişe basın diye bas. Nişe bas. Yeni bana sizden bir diye. Takdirmeyen Ramos. Mesela. Aynı. Hadi. Ana. Hadi bak. Yarın. Ayağlar. Ben babam. Mesela böyle biraz yeni nasıl iu basın avada basın. Ben iki dakika mesela. Çünkü bazen de zorlu diye diye. Asla süre kayıra. Böyle diye sanırım. Al yine ben diye de al. Bu da şöyle ya. Sızı koyalım sonra ben diye. Böyle diye sanırım. Tamam var. Спалки. Я видела перед сюда, на сюда, раз поедем, без правда. О, Юля, на сюда, без спала. О, сюда, на тебя хайсы, просто, просто шаг. О, Юля, ой, блин, ой, Юля, блин, забудьте. Есть, Юля, ал, на, не могли. Когда пришла, когда была, еда, или там хайсы просто. Раз, к Ю, как у меня с Альбин. Келесе, за Ю, а я поняла, за Ю, не шага. И правда, ула, ке Юля. Без, на где, ке Юля, все шага. И не шага. И Юля, ал. И Юля, на тебя хайсы, как я. И Ю. Oda masakar bakıyor. Zaten öyle yürüyor. Nasıl? Ya da o yürüyor. Al. O yürüyor. Ne kadar yapıyor? Sana yapma. O yürüyor. Hadi sen de. O yürüyor. Ya bir şey suda koyuyor. Ya da o yürüyor. Aynı tarafta ya. Yürüyor boş. Al siye yürüyor. Ya. Al siye yürüyor. O da sonra bize bakar mısın? Uzun kol sürüp koyan, işte kalk sıktırdı. Onu kırmızılarından akıl yıkadı. Kara böyle altına kıyımsa kuzunun kiri zaten sokunda kuzuyla elin yüzünden. Şurasından var o tabii. Uzun kol sürüp koyan, işte kalıp sık. Açıyoruz. Koy kızı. Uzun boy sürüp koyan, işte kalk sıktırdı. Uygun kalk yerine akıl kuzuyla. Kara kalsa kara. Bu da aslında. Akıl koyan. Uzun kol sürüp koyan. İşte kalk sıktırdı. Kana bir de altına. Yılsın kalk sıktırdı. İşte kalk sıktırdı. Koyan, işte kalk sıktırdı.
Yine balık bizim böyle kocaman biz astarları bugün sabah bütün dönüşüm yerinde yaptı. Bundan bana kira balığı satıldı. Al yine balık. Bunu astar balığı. Yine böyle. Bunu alayım. Sündüm, sündiyelim. Sündüm tüylerim ya. Ama ne oldu? Kasından da sündüreyim. Al yine balığı bunu koyalım.